Адамдар күнге деген қажеттілігі қаншалықты бар болса да, сондай-ақ күннің сәулесіне деген мұқтаждығы бар болса да, күн күнделікті батып кетеді. Алайда адамдар күннің батқанына, күннің кеткеніне өкінбейді, қайғырып жыламайды екен. Не үшін? Өйткені олар соншалықты жүректегі кәміл сенімде болады. Ертең, таңертең, таң сәресінде күн міндетті түрде қайтадан шығып, адамдарға өзінің сәулесін шашатынына адам баласы сондай сенімде болады екен. Міне, тура сол сияқты Құран кәрімдегі Алла тағаланың Инширах сүресіндегі айтқан сөзі әрбір қиыншылықпен жеңілдік бар деген мағынада келген аятына назар аударатын болсақ, момын мұсылман әр кезде сондай сенімде болу керек, ешқандай қайғырмайтындай, ешқандай көз жасын төкпейтіндей етіп, әрбір қиыншылықпен бірге міндетті түрде жеңілдік бірге жүретініне сондай кәміл сенімде болу керек екен. Ақиқатында Алла тағала өзінің бұйрығын толық орындайды.